Не болды саған, не? Не болды? Балдар, қойсаңдаршы, не ол? Отырсын шырқын бұзып. Біз бұл жерге демалыс үшін келдік қой. Қане билеңдер. Жігіттер, кеше отырыста негізі Куба екеумізге дұрыс болмады. Бүйтіп ерегісіп, төбелесе бергеннен түк пайда жоқ. Оған да жақсы араласып, жақсы қарым-қатынас ұйымдастырайық. Иә, дұрыс айтасың. Біз кеше Мақсат екеуміз отырысқа бара алмай қалдық. Қалай? Тағы да төбелес болды ма? Жоқ, қақтың төбелес. Енді басталып жатқан еді. Ана Камила деген рефериге бәрін ажыратып жіберді. Дұрыс болыпты. Айтпақшы, таныс қойыңдар. Бұл менің бөлем Мақсат. Біздің сыныпқа ауысып келді. Қош келдің. Айтпақшы, Куба қайда? Куба көрінбейді ғой. Ол өзі 2 күн сабаққа келіп, 2 күн келмей тура ақырында сияқты. Айтпақшы жігіттер, жақында мектепте футболдан жарыс болады деп еді, хабарларың бар ма? Қандай? Сен айтпақшы футболист екенсің ғой, ә? Осы жігіттер осы айдың ортасында ма мектеп аралық жарыс болады дейді, жақсылап дайындау керек, басқа мектепте ойнаймыз. Қалайсыңдар жігіттер? Балалар, жақында қалада мектеп аралық жарыс болады футболдан, білесіңдер. Соған жақсылап дайындауымыз керек. Біздің мектептен қай сынып баратынын анықтаймыз. Ана 7-ші сыныппен жекпе-жекке түсесіңдер, түсінді ма? Жақсылап дайындалыңдар, балаларың жинаңдар, ұтылып қалып былтырғыдай. Сау болыңдар. Ой, тағы сол кішкентай сыныппен түсеміз, а? Жылда солармен түсеміз, 3 жыл болды уже. Солардан ұтыламыз, сосын олар жарысқа кетеді. 7-ші сыныптан балалар кішкентай ғой? Солардан ұтыласыңдар ма? Олар жаман қатты ойнайды. Не істейміз, жақсылап дайындау керек. Мүмкін тренер шақырамыз. Дұрыс айтасың, тренер шақыру керек. Оның пайдасы көп бізге, егер мықты болса. Біздің құрамадағы балдарды көбейту қажет. Куба қақпаға жақсы тұратын еді ғой, айтып көрейік. Ол келсе ма? Тағы қырсық келмей қойса тағы. Келді оны Куба. Қалайсыңдар? Не болып барлығын бір жерге топтап алыпсыңдар, араласып қапсыңдар ғой? Куба, біз енді өйтіп ерегісуімізді қойық. Кішкентай баламыз біз ғой енді. Ақыл өретпес маған бақма. Куба, 10-шы сыныптар биыл тағы да 7-ші сыныптармен жарысқа түседі дейді. Оданша біздің командаға қосылып, команданың намысын бірге қорғайық. Жүрейін енді кішкентай балалармен доп теуіп, ойнап жарысып. Уақытым жоқ мен оған. Давайте. Айбар, жүресің ба, бір ектіліктер бар? Жо, бармайын. Футбол жайлы ақылдасып жатыр. Жарысқа барам. Ой, білгеніңді істеші. Сонымен не істейміз жігіттер? Негізі Куба біздің командаға қосылғысы келеді. Жай ғана өтірік намыс жібермейді. Оны қоя беріңдерші, амалдаймыз ғой бірден қылып. Тренер не істейміз? Айтпақшы, бір аға бар еді. Футболға қатысқам дейтін, соны шақырып көреміз. Кеше шеп, азанда ұйқымнан әрең тұрдым да, беті қолым жуып, сосын ұйқым ашылса терезен ашып қалғам ғой. Шок болып қалған соң бір 40 қасқыр көрдім ғой. Жо енді точносын айтсам бір 38 қасқыр көрдім ғой. Шок болып қалдым. Соқпаш отырды. 38 қасқыр деген сенің үйіңнің алдында не жоғалтыпты? Өтірік емес, біздің үйде ат ше, сенің үйіңде ат бар ма не? Менің үйімде ма? Білмейсіңдер ма не? Менің үйімде бар ғой, көкпарға шығатын 7 миллиондық ат бар ғой, білесіңдер ма? Ол тек көкпарға шығады, басқа не? Енді сол 40 қасқыр сенің үйіңдегі атты жеуге келмеген шығар. Қасқыр деген анау тауларда, тастарда жүреді ғой? Жоқ, алдап атқан жоқпын. Бір 40 болмаса да 30 қасқыр жүгіріп өтті, өз көзіммен көрдім. Каскар — это волк, что ли? Мне интересно, что они там забыли? Это реально невозможно. Да, это абсолютно невозможно. Волки живут в лесу. Сендер орысшам жетпейді. Мыналар әрең түсіндіріп отырмын өзіме. Балдар, мен өткенде әкеммен бірге ауылға бармайын ба? Бір кезде
әкемді жоғалтып алдым. Оны іздеп ары жүремін, бері жүремін. Bir кезде айдалаға түсіп кеттім. Сөйтіп шөлдеп өзім шаршап тұрмын. Сонда да шаршасам да жүріп келемін. Жүре бермей бір жерге отырып демалсайшы. Я, тұрақ тұрсай, бір жерге отырып сәл демалып алайын деп отқаным сол еді. Bir кезде ұйықтап кетіппін. Түс көрдім. Сендердің барлықтарың қойға айналып кетіпсіңдер. Я, тура осылай маңырап жүрсіңдер ғой. Сен өзіңше кімге айналып кетіпсің? Бұлшы өзі қозға айналып кеткен шығар. Қандай қозы? Мен керісінше сендердің бағып жүрген шопанмын. Қолымдағы шыбықпен сендерді аямай ұрдым ғой. Бұның бәрі өңім емес, түсім ғой. Түс болғаннан кейін өзінен өз солай көрсетіліп жатыр. Сен түсіңді өзің құрастырған сияқтысың ғой, болды, бізді шыбықпен сабай бермей оян. Тұрдым ұйқымнан. Сосын тұрсам тау түс. Көзіме құм тоқ қалған. Сөйтіп тұрдымдағы қарасам, анандай жерде құдық тұр. Бардым, өзім шөлдеп тұрмын. Болды ғой, шелекті ал да су алып ішсейші. Я, шелекті аласың, құдыққа саласың, су аласың. Оны не қиындатып отырсың? Оның не істеп қоятын сен қайдан білесің? Мүмкін ішкісі келмейтін шығар. Жеги, биыл тағы да 10 сыныппен түсіп қаппыз ғой. Неге түспіз? Неге болып жатыр футболға да? Ой, оп-оңай жегеміз ғой. Жеги, көп мақтана бермеңдерші, ұтылып қалуымыз мүмкін. Оларға, короче, ауылдан бір футболист бала келіпті. Енді солай ойнайды ол. Жеги, футболист келе ма, басқа келе ма, бәрібір екен. Біз жеңуіміз керек. Бір өзім 3 гол соғып тұрмын ғой. Баспен 2 гол соқсам 5-0-ға ұттық қой бұл. Жеги, мақтана бермеңдерші. Ұтылып қалармыз тағы. Доп тұрмақ, сен көп сөйлей бермеші. Сосын ше, үйдегі мылтықты алып атай. Тоқта. Сен үйіңде мылтық бар ма не? Мен үйімде ма? Айтпадым ма не ұлымда? Менің үйімде бар ғой, білесіңдер ма? Мен атам ше, кәм соғысқа қатысқан ғой. Сол соғыстан қатысқаным деу мылтық берген ғой. Деу кәнінде, әдемі. Сен мылтығынды қоя тұр, алдымен қасқырды азайтып алайық. 30 қасқыр деген миға сыймайды ғой. Ал мен сені отырмын. Неге сенбей отырсыңдар? Мүмкін ғой 30 қасқыр келуі. Міне, ақылы бар адам ғой. Осындай болсаңдаршы. Миы бар. Қайдағы, наоборот, ақылы жоқ десей, түніп тұрған өтірік қой мынауың. Бопты. Білесіңдер ғой мен өтірік қос жеретінімді. Боп шынды айтасылан шынды айт деп жатыр ғой. 25 қасқыр болды негізінде. Немене бәрін қасқыр деп бересіңдер? Қасқыр деген орманда болады ғой. Кеше де бір ағай қасқыр туралы айтып еді. Я не думаю, что 25 волков поместится в один двор. Это абсолютно невозможно. Это ложь. Я не верю. Это невозможно. Да что там волки, туда даже собаки не поместятся. Ой, осы екеуі күйдірді. Айтамайын мен сендерге, орысша. Бопты, азайтысың. 20 қасқыр болды. Орысшам жетпейтін екеуіне, 20 қасқыр болды. Айтпақшы, сосын 20 қасқырын түн құрғанда екеуін атып алайын деген ғой. Ой, бұл кетш. Мен 20 қасқыр дегенге сенбеймін. Қасқырлар үйі болып, сайқымазақ болып жүрмейтін шығар енді. Болды ғой негізінде 20. Бопты, 15 қасқыр болды. 15 қасқыр деген түнгі қой, сәл азайтсайшы. Бопты, 10 қасқыр болды, 10. Бопты, 5 болды. Қойнаш, бұл 5, өтірік емес. 5 қасқыр көп қой, азайтсайшы. Бопты, 3. Қойнаш, бұл 3. Бопты, ешқандай қасқыр болмады да. Қасқыр жақсайын ит көрдім. Сендер әңгіме ешқашан айтпаймын. Адамға осы сендер. Тоқтаңдар, іштім суды, іштім. Шөлің қанды ма, қызықтыра бермей тез айтшы. Жоқ, қанған жоқ, анау су ащы екен. Сосын көп іштім суды. Өзі қайда келе жатсың, сөзіңді дұрыстап айтшы, жан-жағында не бар? Айттым ғой, өзім де білмеймін. Айдалада келе жатырмын. Құдықтың жанына қарасам,
үлкен тал тұр. Талдың үстіне шықтым да, сөйтіп анандай жерде ауыл тұр екен. Талдан үстіне соға қарай басқансың. Давайте сіз бір ауылға. Асықтырмашы, өзім аяғым ауыр зорға келетім. Бір кезде ауылда 3 ата отыр екен. Амандастай үлкен кісілер емес па? Амандастық қой, ассалаумағалейкум аталар деп. Сөйтіп не деді? Аталар менімен амандасты да. Сосын не болды? Айтсайшы тез, соза бермей. Сол кезде сен орасқансың ба деді. Сен өзіңнің кім екеніңді білмей жүрсің. Егер де сен өзіңнің кім екеніңді білсең, бүкіл мектепті жаулайсың деді ғой. Ой, қойшы, бұны баяғыда бір патшайым айтқан ғой қазақтарға. Сол қазақ енді мен екенмін ғой. Қой, бұның өтірік әңгімесін тыңдап отқанша сабаққа дайындалайық. Қандай өтірік әңгіме? Қысартайынсыңдар ма, сендерге қай сынып? Менікі 5-ші на сыныбы, қызық на сыныбы бар екен. Сен оны қоя берсе, менікі 5-ші Т сыныбы ғой. Сендерге кішкентай сынып екен, маған 7-ші А сыныбы түсіпті. Олар мектептің үздік сыныбы дейді. Қызық қалай болар екен? Қыздар бірақ олай сөйлестіре берген жарамыз. Жүріңдер сыныптарымызға кіреттік. Саламатсыңдар ма балалар? Менің есімім Ұлжалғас. Бүгін сендерге қазақ тіл сабағынан беретін боламын. Раушан апай қайда? Келмей ме енді? Апай, сіз енді қазақ тіл сабағынан бересіз ба? Апай, үй жұмысын орындамағандар не істейді? Апай, мен үй жұмысын айтсам бола ма? Апай, мен қарным ашып далаға шығып бірдеңе жеп келсем болады ма? Апай, ішім ауырып тұр, үйге қайта берсем бола ма? Раушан апай ауырып қалды ма? Қашан келеді? Апай, ойын ойнайықшы бәріміз. Сіз мектепке жаңадан келдіңіз ба? Апай, можно я выйду на 8-е упражнение? Я тоже хочу выйти на 8-е упражнение. Тыныш! Міне келмей жатып, басым ауырып кетті ғой. Сұрақты тек мен қоятын болам, түсіндіңдер ма? Тұра тұр! Деп те айтпай қойындаршы. Сабақты бастаймыз. Сәлеметсіздер ме? Тыныш! Тынышталамыз оқушылар! Тыныш! Не деген сұмдық мынау, не деген тәртіпсіз оқушылар? Неше күн бойы практикант болып жұмыс істеп жүрсем де сендер сияқты тәртіпсіз оқушыларды көрмеппін. Шулап отқан жоқ, сабақтарына дайындалмайсыңдар ма? Так, кім сабаққа дайын? Жарайсыңдар, бәрін дайын келсіңдер сабаққа. Қазір кезекпен сұрайым. Сен сабақ айтшы. Апа, мен үй жұмысына не берген білмеймін. Мұнда неге білетін адам болса қолын көтеріп отырсың? Жай сіз менен сұрамайды ма деп ойладым. Басқа кім айтады сабақты? Түсінікті. Неге переменада шулағанша сабаққа дайындалмайсыңдар? Жарайды, дәптерлеріңді ашыңдар. Бүгін күн жазамыз. Бүгін өтетін тақырыбымыз Мұқағали Мақатаев. Осылай отыра бересіздер ма? Телефон тастаймыз тез. Ой, апай, үйтіп әуреленбей қойыңыз. Біздің класста ешкім сабақ оқымайды. Оқыса Аружан ғана оқитын шығар. Кей кезде жаңағы қант оқып келеді. Оны өзі анда-санда. Болды сонымен. Қант? Түсінбедім. Шынарты шекер жыл ғой, қант деп еркелетеміз. Қойсаңдаршы. Сендерді ең үздік сынып деп айтып еді маған. Шынымен үздікпіз. 7А супер! Раз, два, три! Үздікпіз, бірақ білім жағынан емес. Бұл жыл сыныбы атағын жегіп алымыз мүмкін. Мүмкін демей қой, 100% біз аламыз, ешқандай талассыз. Қалайша? Мысалы, волейболдан біздің қыздар чемпион болып, облысқа жолдама ұтып алдық. Апай,
Ал мен болса пәндік олимпиададан облыста бірінші орын алдым. Жарайсың. Апай, ал біздің қант болса қазақ ару байқауынан бірінші орын алды. Ал мен болсам биден республикадан екінші орын алдым. Сосын Жүгі Сұлтан байқауынан Нұрислам бас жүлде алды. Ал қолөнер сайысы бойынша Асылжанды ешкім басып өте алмады. Ал Димаш болса шахматтан бірінші орын алды. Арай ән байқауынан Жансая бірінші орын алды. Иә, сонымен қатар өнер фестивалінде де біздің сыныптың көрінісі ең үздік болды. Ал мен болсам күрестен бірінші орын алдым. Ал мен болсам бокстан чемпион болдым. Ой, апай, таң алмай қойыңыз, біздің сынып спортсмендер мен өнерпаздарға толы. Жалпы сыныбымыз жетістіктер мен жүлделерге толы, бірақ білім жағынан тек Аружан ғана ұстап тұр. Енді жігіттер футболдан жеңсе, ең супер сынып біз боламыз. Жарайсыңдар. Бірақ мектеп уақытында ең басты мақсаттарың білім алу екенін ұмытпаңдар. Кәне енді кітап дәптерімізді алып сабақ бастаймыз. Фамилияларың бар, Ағай, шынымен тренер ма? Не болды? Ағай, сіз шынымен спортсмен тренерсіз ба? Спортсмен. Көрмей тұрма не? Құлаққа, крылаға қарамайсың ба сен? Пресс мынау. Не күлесің? Пресс деген бөлек-бөлек болушы еді, ағай. Бөлінген дұрыс деп отырсың ба сол? Қазақша бөлінгенінен құрып атырып қой. Бөлінбе, никогда. Міне, мен бір пресске жұмыс жасаймын. Сендер футболға жалпы қызығушылықтарың жақсы ма? Негізі жігіттер айтайын мен, бір айтсам мақтанғандай боламын, білгіш деп ше. Футболға доп жақсы. Футбол ойнағанға доп жақсы. Біреулер баклашкамен ойнайды, ол аяққа тиюі мүмкін мына жерге ауырып қалады да. Сондықтан доппен ойнаған дұрыс. Футболға қандай аяқ киім дұрыс сендерге сұрақ қояйын мысалы. Қандай аяқ киім дұрыс? Кроссовка. Кроссовка жақсы ол. Былайша көшеге де киіп кете бересің. Негізі бутсы дұрыс. Аяқ тайып. Тепкен жерінде қалады да аяқ. Түсіндіңдер ма? Бутсы жақсы. Так, неден бастаймыз жігіттер? Аға, негізі біз емес, сіз айтуыңыз керек қой, неден бастайтынымызды? Соны өзім айтып отырмын ғой, сендерге емес. Сендерге қарап тұрған сияқты отырмын, бірақ мен өзім айтып отырмын да, сырттан қарап. Неден бастауға болады мысалы? Схема сызыңыз. Сол схеманы ең бірінші схемадан бастаған дұрыс. Схема. Біреулер схемадан бастамайды да қателесіп жатады да. Мысалы, схема мынау. Алаң деп алыңдар. Көздеріңе алаң деп алыңдар. Доп мына жаққа келді ма уже? Сен алдыңғы шептесің ба? Сен уже прямой бар ма никогда допқа? Допқа айналып бар. Бұл жерде көбінесе айтады ғой, доп адамды жындығылап, футболшы ақымақ доптың артынан жүгіреді дейді ғой. Допты сен өзіңнің артынан жүгіртіп үйрен. Мысалы, сен мына кері айтасың ба? Доп мына жаққа келді ма? Сен мына жақтан келіп барып артынан айналып кел. Түсіндің ба? Сол кезде уже допты ойнатып, допты наласыңдар да. Ал сен ортадасың ба? Ортада доп келе жатқан саған қарай, сен уже защитада никогда нағма жіберме. Мына жағынан келсе де, мына жағынан келсе де жүгіріп жүр ортада. Түсіндің ба? Сен екеуің ортадасыңдар ма? Ортада тапшылмай тұра беріңдер. Доп өзі келеді ол. Әйтеуір бір келеді. Теуіп қалған кезде адасып келуі мүмкін да. Сен алдыңғы жаққа барған кезде сен прямой жүгірген дұрыс та. Біреулер бір қисық жүгіріп, доп сен барған кезде доп уже өтіп кетіп, футбол уже бітеді да уже сен келем дегенше. Сондықтан тура тіке жүгіргендерің дұрыс. Жалпы негізі схема осы жігіттер, ол қиын түгі жоқ. Бірақ мысалға деп жатырмын да сендерге. Керек болса схема осылай сіз үйреніңдер. Жарай салайық, қоян суреті күшті шықты ғой. Бұл қоянға ұқсап қалыпты ғой жымен. Негізі жалпы футболдың несінде қоян сияқты жылдам бол дейді ғой. Бізге тренерлер айтады да мысалы. Аға, не айтқым келді ау? Негізі біз жарысқа қатыспауымыз да мүмкін. Қош. Егер асығыс болсаңыз уақытыңызды алмайық. Ой, қайқасыға мен? Кеткенде қайқа барамын мысалы. Одан сендердің қастарында кішкене уақыт өтсе. Басқа да схемалар бар негізі жігіттер. Мынаны доп деп алайық мысалы. Алаңды қоя тұрсын. Алаңды қоя доп деп алайық. Доп мына жақтан келуі мүмкін. Мына жақтан баруы мүмкін да. Болмаса мына жақтан кеңдеп алуы мүмкін. Уже сен ол кезде допқа жүгірмей ақ қой, доп өзі келеді. Сен мына жерде айналып жүре бер, түсіндің ба? Сен наград айтасың ба, алға қарай шығып, уже алға қарай секіріп уже допқа бір күн жетесің да сен. Футболдың несі мына жерде, бұл енді кольцо деген болмайды ғой футболда.
Барып болады болды. Кольцо болғандар ондай домалақ болады да ол. Уже артынан барып бүйтіп шықсаңдар болады жігіттер. Ну пока дейін жүрінсіп кетіп қалды не? Жігіттер кешіріңдер. Қалай қыздар, бәрі ойдағыдай болды ма? Басым ауырып кетті ғой, мұғалім болған қандай қиын? Иә, мен де кірген бетте сұрақтың астына алды. Мен берген сынып мектептің жұлдыздары екен. Бірақ бір ғана қыз бар, физиканың формулаларын біледі, қалған әшейін тек әңгіме. Солай үйреніп кетесіңдер. Мәселелерін шешіп, сұрақтардан жауап беріп, ауырып қалса емдеп, жалпы қамқор боласыңдар. Иә, бірінші күннен басымыз ауырып жатыр. Бізге мұғалімдер 11 жыл қалай шыдаған екен. Әлде біз қатты бұзық болмадық па? Қайта біз бұзық болдық қой. Қоя бер енді, осы мамандықты таңдағаннан кейін осы қызығын да, басқа қиындығын да көруімізге тура келді. Иә, ұстаз болу оңай емес екен. Жақсы қыздар, мен бір оқушымен жеке сөйлесуім керек еді. Қош келдіңдер мектепке. Рахмет. Ой, Маш, не дегенбіздің? Анағадан зорға құтылдық қой. Бізді мазақ етуге келген сияқты. Көршің ғой. Футболдан мықтымын, талай команданың чемпион болғам деген соң алып келе салған ғой. Өзіміз-ақ дайындағанбыз. Бізге жаттықтырушы керек емес. Макс, сен кішкене футболдан хабарың бар ғой, өзің ақ тренер болсайшы. Бәріміз Құрбан, неге сабақтан жиі қалып жүрсіз? Солай болып қалды апай. Солай болып жатыр деген болмайды. Сіздердің осы мектепке келіп, білім алып, болашаққа деген көзқарастарыңызды қалыптастырып, маман болуға жол ашу мына біздердің міндетіміз. Сондықтан сабаққа кім келіп жатыр, кім келіп жатқан жоқ, не себепті келіп жатқан жоқ, соның бәріне хабардар болып отыру менің міндетім. Ұйықтап қалдым апай мен. Ұялмайсыз ба? Жігіт деген өз ісіне жауап бере алу керек қой. Егер таңертең ерте тұрып сабаққа келуге жауапкершілігіңіз жетпесе, мен сізді қалай жігіт деп атаймын? Апай, қойыңызшы, намысыма тимесеңізші. Намысы бар адам сөзбен емес, іспен дәлелдейді. Егер сабаққа келіп, уақытылы қатысып, бұзақылық жасамай жүрсеңіз, мен сізді нағыз жігіт деуші едім. Бопты, апай, қалмаймын еді сабақтан. Сосын неге футбол құрамасына қатыспадыңыз? Неге сыныптастарыңызға көмектеспейсіз? Ой, апай, енді футболға қатыспауымды өзім шешетін шығармын. Жүрейін енді кішкентай балаймен алысып, сайысып, ойнап. Оның бәрібір ұтылады біздің балалар. Білемін, мен оны әр жыл ойып болады. Өйтіп қатыспай, абыройым сақтап қалайын, қатысып позор болғанша. Құрбан, бұл жерде сіздің ғана емес, бүкіл 10 сыныптың намысы. Егер батылыңыз жетіп, солармен бірге болсаңыз, тіпті жеңіліп қалсаңыз да, сіз намыссыз болып қалмайсыз. Ал егер сырттан жүріп ақ, әне жеңілетіндеріңді білдім ғой деп жүру, сол намыссыздыққа жатады. Жігіт болсаңыз, соңына дейін бірге болып, жарысқа қатысыңыз. Сәлем спорт сүйер достар. Мен Айғаным номері 152 мектептің спорт тілшісі. Бүгін қос команда мектеп аралық жарысқа жолдаманы сарапқа салатын болады. Атап айтсақ, 10 сыныптар мен мектебіміздің жұлдыздарынан құралған 7 А сыныбы. Барлық мектеп оқушыларының айтуы бойынша, бүгін тағы да 7 сыныптар жеңіске жетеді дейді. Алайда, құрамға жаңа ойыншы қосқан 10 сыныптарда осал емес секілді. Топ-томалақ не боларын алдағы уақытта анықтаймыз.
Міне, әп-сәтте бірінші таймда өз мәресіне жетті. Атап айтарлықта ешқандай сенсация орын алған жоқ. 7-ші сыныптар қарсылас қақпасында 3 гол салып алға шықты. Яғни есеп дәл осылай сақталатын болса, жеңімпаздар жолдаманы алып үйлеріне қуанышпен қайтатын секілді. Енді тек 2-ші таймның аяқталғанын күтейік. Жігіттер, не болды? Ойынды жоғалтып алдық. Қабана Кубаная алдырып кетті. Қақпаға сол тұру керек еді ғой. Соң кесірінен ойын жоғалтып алдық. Қақпаға өзім-ақ тұрам. Сен бойын қысқа қой. Өзің ұзын болып тесілдің ғой. Бұл жігіттер, ешкімді кінәлайтын уақыт емес. Ойын соңына шейін жақсылап ойнап шығайық. Чотам жігіттер. Жігіттер ренжімеңдерші, мен кешігетін жағдай болып қалды. Бұл жігіттер, кешірім сұрайтын уақыт емес. Ұтылып жатырмыз. 2-ші тайм барымыз салып ойнайық. Кет, тұрыңдар, тұр. Міне, сенсация енді басталды. Есеп 4-3. 10-ші сыныптар енді оянғандай. Ойынның аяқталуына небәрі 3 минут қалды. 7-ші сыныптар есепті теңестіре ала ма екен? Көрейік. Есеп өзгерген жоқ, дәл осылай қалды. Жеңіске 10-ші сыныптар жетті. Ендігі кездескенше сау болыңыздар.